Ғабит Мүсірепов ауданында орақ науқан аяқталды. Дегенмен майлы дақылдарды жинау уақыты әлі тоқтамаған. Сотрудничество 2 жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің майлы дақыл алқабы 1500 гектарды құрап отыр. Виталий Васильев Содружество 2 жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің механизаторы. Ол мұнда 15 жылдан астам уақыт жұмыс істеп келеді. Көп жылдық тәжірибесі бар маман жұмыстың қыр-сырын әбден меңгеріп алған. Ол кішкентай қызы да әкесінің еңбегіне тәнті екенін айтады. Начинаем с 7:30 выезд в поле. Біз таңғы 7:30-да жұмыс орнымызда болуымыз керек. Комбайн саймандарын майлап алып, жанармай құямын. Биыл жаңа рекорд орнаттым. 175 тонна бидай ұнтақталды. Енді аумағы 1500 гектар болатын күнбағыс алқабы қалды. Оны 7-10 күн аралығында аяқтаймыз деп ойлаймын. Қызыма комбайн ұнайды. Ол үнемі өзін бірге алып жүруін өтінеді. Алқапқа шыққанда рөлді беріп қоямын. Рөлді басқару өте оңай. Қазір оның жасы 13-те. Содружество 2 жауапкершілігі шектеулі серіктестігі өсімдік және мал шаруашылығымен айналысады. Жалпы егін алқабының аумағы 18 000 гектар. По этому году урожайность неплохая. Осы жылы алған өніміміз жаман емес, 18-19 центнерді құрайды. Майлы дақылдар тұқымдарын Қостанайдағы Сенгенттен аламыз. Күнбағыстардың сапасы қуантады, жақсы өнім береді. Жыл сайын күнбағыс алқабына 1500 гектар өнім егеміз. Оған 10 күндей уақыт кетеді. Жаз уақытында да күнбағысқа аса күтім қажет. Егін алқаптарында қатты және жұмсақ бидай, зығыр, бұршақ дақылдары, жасымық және ноқат егіледі. Барлық өнімдер экспортталады. Мақпал Әзен, Орал Әмренов, жаңалықтар қызметі.